Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін банкаға жабылатын қайнатылған салатты көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін болыңыздар. Ол үшін алдын ала барлық затты жуып тазалап, осылай турап алатын боламыз. Болгар бұрышы, пияз, чеснок, сәбіз, ащы бұрыш және де помидор қажет болады. Барлық килограмм мөлшерін төменде описаниеге жазып қоятын боламын. Барлығын майға қуырып, помидорды үстіне салып, қайнағанын күтеміз де, қайнағаннан кейін 45 минут жай отта қайнататын боламыз. 45 минуттан кейін үстіне туралған чеснок және де ащы бұрышты салатын боламыз. Міне ащы бұрышты салып жатырмыз. Енді жақсылап араластырып, тағы да 20 минут қайнатамыз. 20 минуттан кейін салат дайын болады. Енді қуырылған жері видеоға түспей қалыпты, өкінішке орай, айып етпейсіздер. Енді қайнап жатқан салаттың үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Бір кесе шекер саламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Осымен салатымыз дайын. Қыс уақытысында ең бірінші желініп кететін салаттардың бірі өте дәмді болып шығады, дәмі ерекше болып. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық банкаларды осылай пакетке жуып салып дайындап қойғанмын. Бір-бір шайып, таза сумен отқа қойып булайтын боламыз. Қақпақтарды да 5-10 минут суда қайнатып аламыз. Міне осылай булап алатын боламыз барлық банкілерді. Енді дайын буланған банкілерге салаттарымызды құйып жауып аламыз. Міне осымен дайын. Үстіне 5-6 тамшы уксус тамызып шығамыз. Бес алты тамшы уксусты осылай қақпағына құйып алсаңыздар да болады. 40 литрлік қазанды толтырып жаптым, қайнаттым. 2 литрлік банкіден 19 банкі шықты. Өте керемет дәмді болып шығатын салаттардың бірі ас болсын.